Жалаңтөс батырдың ерлігі қазақ-өзбек халықтарына қатар айтылып, екі тарапта Жалаңтөсті өз батыры ретінде қарастырады. Бүгінгі видеода мен Жалаңтөс батыр жайында шындықты айтатын боламын. YouTube'да шығара бермейтін басқа да тарихи оқиғаларды Telegram каналда шығаратын боламын. Оны видео астындағы сілтемеге өтіп көре аласыздар. 16 ғасырдың соңында Бұхар хандығында Абдалла хан мен Ташкент билеушісі Баба Сұлтан арасында таққа талас туындады. Қазақ ханы Хақназар Бұхар ісіне араласып жасырын түрде Абдаллахты қолдағанын естіген Баба Сұлтан жендеттерін жіберіп Хақназарды өлтіріп кетті. Хақназар қайтыс болған соң қазақтарға хан болып ең беделді сұлтан Шығай билікке келді. Қазақтар қалайда Хақназарды өлтірген Баба Сұлтанның басын алмай Ташкентке тыныштық бермейміз деп келісті. Шығай хан 80 жаста болғандықтан оның барлығы әскери істерін оның баласы Тәуекел сұлтан жүзеге асырды. Бұл жайтқа қуанған Абдалла хан қуана-қуана қазақтармен одақ құрып, бірлескен түрде Баба Сұлтанға қарсы әрекет жасауға келісті. 1581 жылы қазақ жерінде жұт болып қазақтар қиын жағдайға тап болды. Осы тұста Шығай хан мен Жалаңтөс батырдың әкесі Сейітқұл 5 жасар Жалаңтөсті ертіп біраз қосынмен Бұхар хандығына қоныс аударып келді. Одақтастарының келгеніне Абдаллах наразылық білдірмей, оларға жұт біткенше жерінде тұрақтауға мүмкіндік берді. Кейіннен жұт бітсе де Жалаңтөс сонда тұрақтап, Бұхар хандығына қызметке тұрды. Жалаңтөс қазақ хандығында Сырдария өзенінің бойында туылып, шамамен 5 жасында жұт пен ашаршылық салдарынан Бұхар хандығына қоныс аударып, сонда тұрақтап қалып кетті. Жалаңтөс жастық шағында ең жойқын қазақ-Бұхар соғыстарын бастан өткізді. 1582 жылы Тәуекел Баба Сұлтан әскерін талқандап, оның басын алды. Бұхар ханы Абдаллах пен қазақ ханы Тәуекел Баба Сұлтанның өлімінен соң маңызды сауда қалаларын қолда ұстау үшін араздасып жаңа соғыс бастады. 1598 жылы Тәуекел хан мен Есім Сұлтан 100 000 әскермен Бұхар хандығына басып кірді. Басқыншы қазақтарды тойтаруға жіберілген әскерлер қырылып қалғанын естіген Абдаллах жүрегі ұстап қайтыс болды. Қазақтар Самарқанд, Әндіжан, Ақси, Ферғана жазығы мен Ташкентті басып алып, өзбектердің астанасы Бұхара қаласын қоршауға алды. Бұхараны қоршауда Тәуекел ауыр жараланып, Ташкентте қайтыс болған соң орнына інісі Есім хан болды. Нәтижесінде қазақтардың соққысынан Бұхар хандығында Шайбаниттер әулеті құлап, Бұхар тағына Астраханнан келген қазақтар Аштарханиттер әулеті патша болып отырды. Екі тараптағы жаңа хандар бейбіт келісімге келіп, қазақтар басып алған жерлерден тек Самарқандты қайтарып беруге келісіп, соғыс тоқтады. Жалаңтөс батыр Самарқандта өмір сүргендіктен билікке Бұхар тағына Аштарханиттердің келуімен сол әулетке қызметке тұрды. Жас кезінен батырлығымен көзге түскендіктен оны әуелі Балық қаласын басқаруға жіберді. Имамқұли хан билікке келуімен ол бұрын қазақтар тартып алған жерлерді қайтару керек деп шешіп, жаңа қазақ-Бұхар соғысын бастады. 1603-1624 жылдары созылған бұл ірі шайқастар тарихта 20 жылдық соғыс деп аталды. Имамқұлиға талантты қолбасшылар қажет болып, ол Жалаңтөсті алдыртты. Жалаңтөс қазақтардың кейбір аймақтарына сәтті шабуыл жасағандықтан оның дәрежесін өсіріп, аталық деген атақ беріп, Самарқан қаласының әмірі етіп сайлады. Деректерде Жалаңтөс қазақтарға қарасты Түркістан мен Ташкентке жасаған жорықтары жайында айтылған. Бірақ Жалаңтөс талантты қолбасшы болса да, қазақтарды кері ығыстыра алмады. Қазақ-Бұхар соғыстары қазақтардың жеңісімен аяқталып, Бұхар хандығына сұмдық адами және экономикалық апат алып келді. Бұлай жалғаса берсе құрдымға кететінін түсінген Имамқұли Есім ханға елші жіберіп бірқатар жерлерді сыйға тартып бейбіт келісімге отырды. Қазақтармен соғысып әлсіреп жатқанын байқаған Иранды басқарып отырған әзірбайжандық Қызылбастар әулеті Бұхар хандығына қарсы ірі жорықтарын бастады. Бұл кезде де Жалаңтөс ерекше ерлігімен көзге түсті. Ол Бұхар әскерін басқарып, 1613 жылы әзірбайжандардың басқыншылығынан Мешхет, Герат, Нишапур қалаларын қорғап қалды. 1635 жылы батыр қонтайшы қалмақ тайпаларының басын қосып, Жоңғар хандығының негізін салды. Ұйымдасқан қалмақтар қазақтарға қауіп тудырып, сол жылы сәтті жорық ұйымдастырды. Бұхарлықтар шииттік әзірбайжандар, ал қазақтар кәпір қалмақтарының қауіпті екенін түсіне білді. Сондықтан олар жаулықты қойып одақтасып, ортақ жаулармен бірлесіп соғысу керек деп шешті. Қазақтар да шииттік әзірбайжандардың Орта Азияға өтіп бүлік шығарғанын қаламады. Өзбектер де шииттер сунниттік Иранды жаулап алғанда парсыларды қалай азаптағанын жақсы білді. Нәтижесінде әзірбайжандар мен қалмақтарға қарсы Қазақ-Бұхар одағы құрылды.
Одан бөлек Үндістан тарапынан ұлы моғол падишахы Шах-Жахан да атасы Әмір Темір иелік еткен Мәуереннахр өлкесін қол астына алуды қарастыра бастады. 1640 жылы батыр қонтайшы Жетісудың оңтүстік бағыты арқылы қазақтар мен өзбектерге жойқын шабуыл жасады. Бұл соғыста Жалаңтөс қалмақтарға соққы беріп, оларды кері шегіндірді. Қазақ пен өзбекке бірде тиіскен ауыр болатынын түсінген батыр 1643 жылы 50 мың әскермен қазақ жеріне енді. Бұл тұста Жәңгір хан бар болғаны 600 сарбазымен тауда тұзақ құрып, Орбұлақ шайқасында жоңғарларға күтпеген соққы берді. Жалаңтөс те бұл хабарды ести сала 20 мың қолмен көмекке жетіп, екі тарап бірлескен түрде 50 мың жоңғардан 10 мың жоңғарды жер жастандырып ірі жеңіске жетті. 1646 жылы ұлы моғол падишахы Шах-Жахан адамның жерін қайтарыңдар деп қалың қолын аттандырды. Шах-Жаханның ұлы Мұрат Бақша Бұхардан Балық қаласын тартып алды. Қожамқұй бек Балхи тарихи Қыпшақ хани деген жазбасында Абдул-Азиз хан бүкіл өзбек қолбасшыларын шақыртып, ұлы құрылтай өткізді. Кеңестен соң бұл шабуыл қазақ сұлтандары араласпаса сәтсіздікке ұшырайды деп шешілді. Шейхтар, ғалымдар, нояндармен бірге Ташкентке аттанды. Ол жақта қазақтар, өзбектер, қарақалпақтар бас қосып ірі жиын ұйымдастырды. Жиыннан соң бірлігі атты қазақтардан болған 300 мың әскер көмек қолын созды. Нәтижесінде Абдул-Азиздің қазақ төрелері мен Жалаңтөс аталықпен Алшын бек оғлы би мен одағы Шах-Жаханның әскерін тас-талқан етті деп жазды. Яғни, ұлы моғолдардың қалың әскеріне жалғыз төтеп бере алмайтындығын түсінген Бұхар хандығы қазақ сұлтандарынан көмек сұраған. Жәңгір хан бірлік әскерін көмекке аттандырды. Бірлікте 100 мың әскер болады. Солайша 100 мыңы қазақтардан болған, қалғаны өзбек қарақалпақтан құралған 300 мың әскер бірігіп, моғол әскерін жермен жексен етіп, Мәуереннахрды қорғап қалған. Бұл соғыста Жалаңтөс батыр негізгі қолбасшылардың бірі болып көзге түсті. 1646 жылы қазақ-жоңғар соғысына Абдул-Азиз бен Жалаңтөс батыр қазақтарға көмекке келді. 1649 жылы Әзірбайжандар ұлы моғол мен Бұхар хандығының соғысынан соң тағы да еш жинатпай, өзбектерді әлсіреп тұрғанда соғу керек деп басып кірді. Бұл соғысқа Жәңгір хан өзбектерге көмекке 100 мың әскермен келіп жетті. Жәңгір ханның 100 мың әскермен тағы да өзбектерге көмекке келгені тарихи Қыпшақ хани жазбасында жазылған. Олар Бұхардың 100 мың әскермен бірігіп, одақтас 200 мың әскер Әзірбайжандық қызылбастарды тағы да ойсырата жеңіп тастады. Жалаңтөсте бұл шайқаста қолық айла тәсілдерді қолданып көзге түсті. Ол Әзірбайжандар тарапына кімде-кім оқ атпай, қылыш найза кезенбей, өз еркімен қолға түссе, оған жаза қолданбаймын. Жер беремін, үйлі жайлы болуына жағдай жасаймын. Сарбаз болама, сарайда жұмыс істейме, егіс егеме өздеріне қалағанын беремін деп барлаушыларды үсті-үстіне жіберді. Осындай қантөгіссіз әрекеттердің арқасында Иран, Хорасан жағының жоқ-жұқана кедей кембағал сарбаздары лек-лекімен Жалаңтөс қолына қосылып жатты. Осылай жау жақтың кедейлер тобын өз жағына шығарып алды. Нәтижесінде Бұхар хандығы Хорасан, Балх, Гераттағы иеліктерін сақтап қалды. Жауынгерлік талантымен көпке әйгілі болған Жалаңтөске қазақ, қырғыз, хорезм, ұлы моғол, қалмақ пен Тибеттен көптеген бағалы сыйлықтар келіп, оны әжептәуір байытқан болатын. Жалаңтөс өте бай адам болған. Ол байлығын әскерін қамтамасыз етуден бөлек, өзі басқарып отырған Самарқандта ірі құрылыстар жүргізуге жұмсады. Шердор мен Тиллякари медреселерін салдырды. 1656 жылы 80 жасында қайтыс болып, Самарқандтан 12 шақырым жерде орналасқан Дагбит қыстауында жерленген. Қорытындап айтқанда, Жалаңтөс қазақ пен өзбекке ортақ тұлға. Ол ұлты қазақ, әкесі жұт кезінде Самарқандқа көшіп, сонда тұрақтап қалуға мәжбүр болған. Жалаңтөстің немересі Әйтеке би кіші жүздің бас биі болған. Қазіргі тілмен айтқанда, Өзбекстанның қазағы. Жалаңтөстің талантын байқаған Аштарханиттер әулетінен болған Имамқұли атақ, абырой, ақша мен билік беру арқылы оны өз жағына тарта білді. Нәтижесінде Жалаңтөс Бұхар хандығының батыр болып көзге түсті. Сондықтан да Жалаңтөс қазақтардан көрі өзбектерге көп қызмет етті. Қазақ-Бұхар соғыстарына қазақтарға қарсы жорыққа шықты. Кейбір шағын соғыстарда жеңсе де, Бұхар әскері Есім ханнан ауыр жеңіліске ұшырады. Кейін Жәңгір ханның кезінде Қазақ-Бұхар одағы құрылған соң, Жалаңтөсте қазақтармен достасып, екі тарап ұлы моғол, Әзірбайжан, жоңғар секілді жауларымен бірлесіп соғысты және екі ел арасында Жалаңтөстің беделі артты.